Бүгін 24 ақпан гипсімді ауыстыратын күнім. Мен осындай гипс ауыстырып берді. Алдыңғы гипсім ота жасалғаннан кейін жасалған ғой. Ол аяғым ісіп тұрғанда жасалған. Содан аяғымның ісігі қайтып кеткен кеңейіп, өзімнің аяғыма сай емес. Аяғым сол гипстің ішінде билеп жүрген ғой, былай бұратылып, тағы да қайырып алам ба деп қорқып жүргем. Енді бүгін міне таксимен өздері ақшасын төлеп, анда апарып, мында алып келіп, мынандай дәкемен орады. Қызық, мынандай ішіне шөлки кигізеді, соны тағы да бірдеңкені орады. Содан кейін неше түрлі мынандай дәкелерді әкеп тұр маған, тырнаққа бояу неткендей, таңдағандай, қандай түсті таңдайсың деп. Маған қызық болып көрінді, соны жасыл таңдаймын дедім. Неше түрлі қызғылт, гүл бар. Содан мен сүйікті түсім жасыл таңдаймын дедім. Соны сыртынан жағатын жылтырлақ қандай таңдайсың деп. Соны онты жасыл түсті. Соны осылай жалт етіп, бұлай видеоға көрініп тұрған жоқ. Жалт етіп тұрмын. Дәкем. Ал, дамыған ел. Аяғыма сай жасап берді. Жақсы жүріп жүрмін. Міне, құрғана емдеп емес, безендіріп берген аяғымды. Безендіріп, неше түрлі түспен, жылтырлақпен жағып, мені осылай қызықтырып қойды. Уайымдамай аяғына нетпесін, қайғырмасын деп нетіп отыр. Көріңдер ме, адам үшін бәрі. Мынау дәке кәдімгідей қатып қалған. Басында кішкене жабысқақ болды. Соны мынаны жасылды жабыстырды, дәкені. Соны сыртынан жалт еткенді жақты. Содан кейін скотч сияқты бір салафанды орап, арасында міне ламинировать етіп қойды. Ламинат жалтырлағы түсіп қалмасын деп ламинат жасап берді. Ал міне қазақтар, осындай Қазақстанда бар ма? Тіземнің несін отасын көрсетті, ота орнынан. Өзім армандап едім, өзімнің тобылғымды нетпей, алып тастамай, оның орнына жалпақ темір салмаса екен деген. Шынымен де өзім армандағанымды орындапты. Тобылғымды орнына келтіріп, құрғана 2 сым темір, ортасында 8 сияқты, инфинити сияқты темірмен бекітіп қойыпты. Олар енді өзімен өзі нетеді, білмеймін енді не болатын, ол темір. Ойладым, кәдімгідей жалпақ темір тұрған шығар тіземде деп. Жоқ, соны жылап жібердім. Дәрігерлер бала сияқты мені жұбатып, жан-жақтан жүгіріп келіп, соны отаңыз күшті өтіпті, тігілген тігісі де әдемі екен, тез шауып кетесіз, өте күшті ота, аяғыңызда күшті жазылып жатыр екен деп, солай күшті маған немен жіберді. Мені тағы да піскек берді. Піскекке мынандай сауыт берген. Бірінші сауытын бүгін өткіздім. Енді бүгін міне мынандай жаңадан сауыт берді. Мына піскек салам енді. 22 ма? 22, тағы да өзінде 5 бар, 27 піскек салам. Осылай қазақтар, бүгін осы немді ауыстырған күн. Қуанып отыр мына неге, гипске өзім аяғыма сай. Сол қазақтар, аман болыңдар, құламаңдар, аман болыңдар, абай болыңдар, абайлаңдар, тайған амандар, аяқ киімдерің дұрыс болсын. Аман болыңдар қазақтар.